Қала тұрғындары түрлі әкімшілік құқық бұзушылық бойынша 42 миллион теңге айыппұл төлемеген. Алдағы 3 күнде оларды анықтау жұмыстары жүргізілмек. Семейде айыппұл төле атты шара басталды. Құқық қорғаушылар, сот орындаушылары мен прокуратура қызметкерлері қоғам мен жергілікті атқарушы орган өкілдерімен бірлесіп рейд өткізеді. Статистикаға сүйенсек, тәртіп бұзғандардың тек 30% ғана ерікті түрде айыппұл төлейді. Полиция қызметкерлерінің айтуынша, айыппұлдың болуы автокөлік иелерінің құқығын айтарлықтай шектейді. Айыппұл төлегенге дейін ол көлікті есептен шығарып сата алмайды және қайта рәсімдеуге болмайды. Сонымен қатар ықтиярсыз төлету төлемнен бас тартқан адамды артық шығынға апарып соқтырады. Айта кетерлігі, құқық қорғау саласының қызметкерлері әкімшілік айыппұлды төлегеннен кейін аты жөнін айыппұл төлемегендер базасынан алып тастау үшін түбіртекті ішкі істер басқармасындағы әкімшілік полиция бөлімінің 101-ші кабинетіне апарып беру керектігін ескертеді. Бүгінде қала бойынша 6277 айыппұл төленбеген. Оның жалпы мөлшері 41 миллион 996 мың теңгені құрайды. Данное мероприятие проводится в целях своевременной оплаты штрафа. Аталмыш шара айыппұлдарды уақытында төлеу мақсатында өткізіліп отыр. Яғни 40 күн ішінде төлеу керек. Ол мерзім ішінде әкімшілік айыппұл төленбесе, сот орындаушылармен ықтиярсыз өндіріп алуға жіберіледі. Немесе еңбек ақысынан ұстап қалу үшін жұмыс орнына беріледі. Азамат жұмыссыз болып төлей алмаған жағдайда сот орындаушыларына жөнелтіледі. База бойынша мәліметтер тексеріледі. Мұнда әкімшілік айыппұлдарды ықтиярсыз төлету қолданылады. Яғни бар болатын болса, мүлігіне, автокөлігіне сот орындаушылар тыйым салады.